Ассалаумағалейкум ардақты көрермен. Әдеттегідей Маңғыстау арнасында тікелей эфирде менің құқығым және де студияда Әділбек Кенже. Бүгінгі талқыға түсер тақырыбымыз кәсіпкерлік дауларды сотта қарау. Осы тақырыпқа байланысты біздің бүгінгі студиядағы меймандармен таныс болыңыздар. Арыстанбек Бекболатов, Маңғыстау облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы. Одан кейінгі келесі қонағымыз Әмірғали Жанаев, Маңғыстау облыстық кәсіпкерлік палатасы директорының орынбасары. Қош келдіңіздер. Қош көрістік. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымызға байланысты сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыз. Біздің хабарымыз тікелей эфирде. Байланыс бағдары 60-51-51, Ақтау қаласының коды 872-92 екенін қаперлеріңізге берем. Ал енді алғашқы сұрақ Арыстанбек Тәжбайұлы, өзіңізге енді даулар деп жатырмыз ғой, осы кәсіпкерлер арасында дауларды шешу жолында осы жеңілдетілген арнайы өзгерістер бар ма? Осы жақында қабылданған болсын. Қандай өзгерістер бар? Әуелі дауларды шешу түйін тарқатып алайық. Сұрағыңызға рахмет. Өте орынды сұрақ. Мынау замандық бәсекелестікте әрбір заң заман талабына сәйкес жетілдіріп отырады. Солардың бірі осы ағымдағы жылдың 21 қаңтарда заңға енгізілген өзгерістер бар. Ол сот жүктемесін оңтайландыруға байланысты. Соған сәйкес азаматтық процестік кодексіне бірқатар өзгерістер енгізілген. Ол оңайлатылған іс жүргізу санатындағы істерді, сонымен қатар бұйрық шығару бойынша санатындағы істердің бірқатарын нотариустердің құзыретіне берілген. Ол басым көпшілігі кәсіпкерлер мен кәсіпкерлердің арасында туындайтын дауларға қатысты. Қарыз сомасын борышкерден өндіру, келісімді орындату, сондай сияқты даулардың бірқатар нотариустердің атқарушылық қағаз жазу арқылы іске жүргізіледі. Аталған атқарушылық қағазы бойынша олар одан арғай сот орындаушылығы жүгінуге мүмкіншілігі бар. Айтқанда енді ол жоғарғы соттың бастамасымен жүргізіліп жатқан сот саласындағы 7 түйінмен өте тығыз байланысты. Бүгінгі күнде өз септігін тигізіп жатыр. Бірқатар істер сол жаққа кеткен. Сонымен қатар бүгінгі таңда енді 21 ғасыр сот саласында айтқанда өзінің орнын алып отыр. Сандық технология қолдану арқылы дауларды қараймыз. Ол мысалға смарт сот арқылы жүргізіліп жатқан бағдарлама. Қазір кәсіпкерлер болмаса мемлекеттік органда арасында даулар кейде болады. Шалғай жатқан аудандар, Бейнеу ауданы бар, Түпқараған ауданы бар. Келіп облыс орталығына көлікпен қатынап жүрдің қажеті жоқ. Яғни шапқылаудың қажеті жоқ, ешқайда болмай, өзінің тұрғылықты жеріне. Аудан орталығында сотқа барып, болмаса әкімдікке барып, болмаса смартфондар арқылы, арнайы бағдарлама арқылы сотқа қатысады. Айтқанда жол шығындарын азайтып жатырмыз. Бүгінгі таңда көптеген сот саласында реформалар жүргізілуде. Ол өз кезегінде соттың жұмысында оңтайландыруға және де кәсіпкерлерге де мемлекеттік органдарға өзінің көмегін тигізуде. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ енді өзіңізге, Әмірғали мырза, енді жаңа сіздердің жұмыс функцияларыңыз енді қолдау, көмектесу кәсіпкерлерге енді қаншалықты жиі жүгінеді сіздерге? Әлде мемлекеттік жаңағы органдарға ма, әлде сотқа ма, кәсіпкерлермен байланыс қалай жалпы? Жалпы ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңның талабы бойынша кәсіпкерлер палатасы бұл мекеме мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің арасындағы туындаған дауды шешуге бағытталған жұмыс жасайды. Яғни біз жердің алдына қойған мақсатымыз кәсіпкерлердің мүдделерін қорғап, сотқа да қатысамыз, мемлекеттік органдарға да барамыз, басқа да сұрақтарды көтереміз, заңға да өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар береміз. Жалпы қарап отырсақ, тек қана былтыр 18 жылы 300-ге жақын кәсіпкер осы өздерінің мүддесін қорғау туралы арыз жазған екен. Сол 300-дің үстінде арыз қаралды. Арыздың басым көпшілігі қанағаттандырылды, яғни өзінің оң шешімін тапты деген сөз. Бұл жерде енді бұлай арыздарды қарап отырсақ, жер мәселесі бойынша көп туындайтын мәселе.
жер мәселесі енді соңғы кезде бір үлкен дауға айналып отқан мәселенің біреуі ғой. Сондықтан осы жерде айта кетейін, 15 жылы жер кодексі қабылданғаннан кейін жерді тек қана аукцион немесе конкурс арқылы беру керек деген заңда жазылып тұр. Оны ешкім жоққа шығармайды. Алайда бүгінгі таңда прокурорлық тексеру нәтижесінде ұсыныс беріп, жердің пайдалануын қадағалау және бақылау инспекциясы бүгінгі таңда біздің облыс бойынша 294 емес 300-ге жақын талап арыз берді сотқа. Оның 38 талап арыз және Мұнайлы ауданы бойынша 12 талап арыз жерді конкурсын жариялап 17 жылы өткізу барысында бұқаралық ақпарат құралдары газетке жариялаған конкурс болатын туралы, конкурс біткеннен кейін жеңімпаздар туралы газетке жариялаған, яғни барлық талаптарды орындаған. Алайда сол кезде жаңағы жауапты қызметкердің кінәсінен әкімшіліктің интернет ресурстарына бұл мәлімет салынбай кеткен. Яғни осы қателік бойынша қазір бүгінгі таңда 38-50 талап арыз сотта қаралуда. Оның Маңғыстау ауданы бойынша жаңағы шетпеден бүгінгі таңда 38-дің 25 талап арызына бас тартылды. Себебі бұл кісілердің барлығын тексере келгенде өздерінің жерлерін меңгерген, кейбір адамдар 12-15 миллионнан ақша алған, сол малдарын алған, жұмысын жасап отқан. Осы жағдайларға сот тарапынан түсінік тауып, біздер жаңағы біздің мүддеміз, жаңағы кәсіпкерлердің мүддесін қорғап, біздің жаққа шығып сот бас тартты қалдырған. Ал енді Мұнайлы ауданы бойынша 12 деп отырмын, оны да осы жақында бастадық. Осы 2-3 күн болар өткеніне бірінші талап арызды қарап, бұл жерге тоқтайтын болсақ, жаңағы кәсіпкер өзінің 5 гектар жерін алып, конкурс арқылы жаңағыдай жағдайда бүгінгі таңда 200-дің үстінде ешкі малын бағып, ешкі сүтін халыққа сатып отыр. Оның үстіне сиыр малын және құстарын алып, бәрін шаруашылықтар ұйымдастырған, мал шаруашылығында тиісті ғимараттарын салдырып, үйін салдырып жұмыс істеп отқан. Осы жағдайдың бәрін көрсетіп, сотқа біздің уәкіл сотқа қатысып, жаңа кәсіпкердің мүддесін қорғап, сот талап арыздан бас тарту туралы шешім қабылдады. Басқалары әрбір талап арыз бөлек-бөлек қаралып жатыр бар жұмысына байланысты. Енді бір үлкен мәселе Өзен қаласы мен Түпқараған ауданынан туындап отыр. Олар жаңағы 13-14 жылдары арыздарын беріп, алайда жаңағы мемлекеттік органдардың кішкене арызды қарау мәселесіне уақытын сақтамауына созылып кетіп, кейбір адамдар 15 жылы басында, 15 жылдың аяғында 16 жылға шейін жер берілген. Ол жерлердің әрқайсысы қаралып отыр. Оның ішінде де көпшілігі жерді меңгеріп, кәсіпкерлікке бағытталған ғимараттарын салып, көбі кәсіпкерлікпен қамтамасыз жұмыс істеп отыр. Оның үстіне көптеген адамдар жұмыспен қамтып, жалақысын төлеп отыр семьясын бағуға, және салық мәселесінде төлеп отыр. Енді ол мәселе бойынша әрбір іспен қазір айналысып отырмыз. Кейбір істер бойынша апелляциялық сатыға жазып отырмыз, кассацияға да шығып отырмыз. Енді бұл іс бойынша енді болашақта қазір жоғарғы сот осы бойынша үлкен бір жұмыстар атқарып отыр. Нормативтік қаулы қабылдайтын болса, ол мәселелерінде бәрі шешіледі деген ойдамыз. Түсінікті. Яғни қорыта айтқанда кәсіпкерлердің кәсіпкерлік палатаға жүгінуі белсенділігі жоғары деп айтамыз ғой. Тек қана биылғы жылдың 3 айында жаңағы 35 мынау жалпы арыз көп түседі. Оның ішінде кәсіпкерлікті қорғау дейтін. Яғни сіздің атап өткен бірінші мәселе ол жер мәселесі негізінен. Ал екінші мәселе қандай? Бұл екінші мәселе жаңағы біз айта кетсек налог мәселесі көп туындайды. Салық мәселесі бойынша. Салық мәселесі бойынша кейбір жағдайда түсінбеушіліктер туады. Енді салық комитетімен біз тығыз қатынаста жұмыс жасаймыз. Арыз түскеннен кейін салық комитетінің мамандарымен кездесіп, заң бойынша бірге талқылап, кейбір жағдайда, көп жағдайда салық комитеті өзінің қателіктерін мойындайтын болса, өздерінің қателіктерін түзетіп, кәсіпкерлерді қинамайды. Ал кейбір жағдайда даулы мәселе болып, шын мәнісінде шешілмейтін болса, қазір салық комитетінде республика деңгейінде апелляциялық комиссия дейміз, сол саты бар. Ол сатыға ол комиссияның құрамына ұлттық кәсіпкерлер палатасының уәкілдері кіреді. Сондықтан ол жаққа арыз жазып, кейбірде сол жаққа да жүгінеміз. Енді ол даудың бәрін біз шешіп жатыр деп айтуға болмайды. Кейбір жағдайда кәсіпкердің де кінәсі бар. Кәсіпкерлердің кінәсі болған жағдайда біздер ұтылып қалатын жағдайымыз болады. А жалпы кейбір мәселелерді шешіп отырмыз. Сондықтан кәсіпкерлердің бұл жағынан жаңағы арыз шағымдары азайып жатқан жоқ. Жаңа айтып отқан ұлттық кәсіпкерлер палатасының заңы бойынша әрбір кәсіпкер заңды түрде Қазақстан Республикасында тіркеліп жұмыс жасаған уақыттан бастап, яғни заңда тіркелгеннен бастап, барлығы да кәсіпкерлер палатасының мүшесі болып есептеледі.
Сондықтан екі кәсіпкер бір-біріне арыз шағым беріп дауласып келген жағдайда бұл екеуі де кәсіпкерлер палатасының мүшесі болғаннан кейін біздер мүдделілік танытпай сотқа жүгінуге немесе басқа жағдайда шешуге талап қоямыз, шешуге тырысамыз. Енді бүгінгі күнде айтып отырсақ, мына облыстық соттың, жоғарғы соттың саясатының аясында облыстық соттың басшыларының ұйымдастыруымен, көмегімен кәсіпкерлер палатасының астынан жаңағы бір бұрыштан орын бердік. Орын бергенде жаңағы медиация дейміз, екі жақты татуластыру мәселесі бойынша кәсіби медиаторларды отырғызып, оның үстіне жаңағы басқа да құқықтық органдардың азамат мамандарын отырғызып, сол жерде мына әділет департаментынан тіркеу мәселесі барлығын сол жаңа біріктіріп, бір жерден бір терезе арқылы кәсіпкерлерге көмек көрсету мәселесін шешіп жатырмыз. Және жақында келіп кеткен еліміздің президенттің кәсіпкерлер палатасына келгенде біздің ұлттық атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшысы Мырзахметов Абылай Сәбекұлы президентке жаңағы правительство для граждан дейміз, жаңағы мемлекет халыққа арналған мемлекет болса, енді халық мемлекет жаңағы кәсіпкерлікке арналған мемлекет деген түсінікпен сол төменнен мамандар жинастырып кәсіпкерлердің мәселесін жаңағы бір жерден шешуге бағытталған әрекеттер жасап жатырмыз. Бұл біздің облыстан басталып жатқан пилоттық жоба, енді ол болашақта осы республика бойынша етек жайып орын алады деген үміттеміз. Түсінікті. Осы орайда біздің кезекші редакторларымыз хабарлап жатыр. Бір көрерменнен сұрақ келген екен. Жалпы даулы мәселеде соттасқанда кәсіпкерлік палатаның тарапынан қандай көмек болады? Яғни сіздің айтарыңыз бар ма осы сұраққа? Жалпы кәсіпкер арыз жазғаннан кейін не істеу керек ендігі мәселе? Арызын оқып, іс материалдарымен толық танысқаннан кейін біз кәсіпкерге талап арыздың жобасын бәрін дайындап береміз. Қажеттігі туындаған жағдайда кәсіпкердің мүддесін қорғап сотқа да уәкіл ретінде қатысамыз. Бұл жерде біздің сотқа көп қатыспайтынымыз тек қана екі жақта да кәсіпкер болған жағдайда біз әрқайсысына бөлек сотқа қатысатын құжаттарын дайындап беріп, бірақ соттың үстінде бір жақтың біреуінің мүддесін қорғап, екінші жаққа шықпас үшін біздер ақыл кеңес беріп отырамыз да, былай тіке қатыспаймыз. Ұятты ол жағынан заң бойынша. Ал енді мемлекеттік органдармен байланысты болған жағдайда жаңа айтып отырмын, жер дауы бойынша барлығына біздің мамандар қатысып отыр. Сотта әрбір адамның құжаттарын, басқа да жетпейтін қағаздарын алып, сол кісілердің сенімді уәкіл ретінде сотқа қатысып, мүддесін қорғап отыр. Одан кейін сот шешімі шыққаннан кейін, соттың шешімімен келіспеген жағдайда апелляциялық сатыға апелляциялық арыз жазып беруге, кассациялық арыз жазып беруге, оның барлығына біз көмектесіп отырмыз. Түсінікті. Рахмет. Алғашқы араласқан көрермен бар, қабылдап көрсек, эфирдесіз. Алло, қайырлы кеш. Кеш жарық. Мына студия қонақтарының сұрағым бар еді. Егер бұл қонақтар мына жаздың күні мына микрорайонның арасында, микрорайон домдардың араларында жеке жаңа палат көріп алып, қауын қарбыз сатып отыратын саудагерлер көп кездестіреміз ғой. Жаз келе жатыр алдымызда. Солар қаншалықты заңды екен, солардың бұл істері. Және бұларға лицензия арнайы беріле ма? Сол жауабын білейін деп едім ғой. Рахмет. Хабарласқаныңызға бұл сұрағын түрлендіру. Енді ауданаралық, ауданішіліктегі кішігірім кәсіпкерлік бизнес қой енді бұл да. Қаншалықты талапқа сай, енді арнайы базарларда сатылу керек пе? Енді негізінен рұқсат алу үшін бастапқы сіздерден басталады ғой енді. Қаншалықты? Қала ішіндегі тәртібі жол қатысты. Жалпы мынау кәсіпкерлікпен айналысам деген адамға біздер осы бір үлкен бір жобаны бастадық. Қазір ол біту аясында мынау қала бойынша 100 сауда нүктесін ашу туралы жобаны бастап, қазір СПК Каспий дейміз, сол арқылы жақында жүзеге асырамыз. Яғни мобильдік павильон дейміз, уақытша жеңіл павильондарды қойғызып сатқызамыз. Ал енді сонымен бірге мына жаз айларында сезондық мезгілде мынау жеміс, жиде, көкөніс сатуға қала ішінен бірнеше орын белгіленіп, рұқсат беріледі. Олар уақытша. Яғни тек қана жаз айларында сатылады да, басқа уақытта ол жерде ешқандай жаңағы тұрғылықты, тұрақты ғимарат салуға, тастан немесе темірден басқадай кедергі жасауға адамның қақысы жоқ. Рұқсат берген жеріне прилавкасын жасап, жаңағы жеңіл көкөністерін бәрін сатуға рұқсат беріледі. Ол жерде бірақ санитарлық норманы бәрін сақтау керек, талап сақтау керек. Ол өздерінің сақтайтын талаптары бар.
ол әкімшілік арқылы, мына әкімшілікте кәсіпкерлік бөлімі дейтін бар, сол бөлім арқылы меморандуммен жер беріледі. Ол әкім бірінші сол жерлерді белгілейді, содан кейін рұқсатын беріледі. Яғни кәсіпкердің сатып тұрған әрекеті заңды немесе заңсыздығын тексеру үшін кәсіпкерге барып қандай негізде қалай сатып жатқанын, бұл жерде қандай құжаттар бар екенін сұраса, кәсіпкер беріп көрсетуге міндетті. Ол жағынан ешқандай дау туындап жатқан жоқ. Яғни қала ішілік үй арасында сауда жасауға, өзінің кәсібін жасауға рұқсат бар, яғни. Рұқсаты болында болу керек. Егер сатып жатқан болса, тек қана базарда, сауда дүкендерде болу міндетті емес. Жоқ, ондай талап жоқ. Анда ол түсінікті. Жұрттың бәрі базарға бармайды ғой. Иә. Рахмет. Енді келесі сұрақ, Арыстанбек мырза, өзіңізге мына кәсіпкерлік мемлекет мекемелер арасындағы дауларды сотта қараудың әдістерін айтып өтсеңіз, қандай әдістермен қаралады? Енді сотта қаралатын азаматтық істер санаты бойынша айтсақ, Маңғыстау облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 2018 жылдың қорытынды бойынша барлық 3822 азамат қаралған екен. Бұл азаматтық істердің бәрі кәсіпкерлермен байланысты. Оның екінші тарабы кәсіпкер болуы мүмкін, және де мемлекеттік орган болуы мүмкін. Айта кетер болатын болсақ, салыстырма түрде биыл 2018-дің 3 айы мен 2019-ның 3 айында былтыр 783 іс қаралса, биыл 746. Аз-маз ғана істер азайғаны көрінеді. Басым көпшілігі бұл жерде енді мемлекет сатып алуға қатысты даулар туындайды. Сосын мемлекет органдардың іс-әрекеттердің дауы қатысты істер бар сол санаттағы. Жалпы енді айта кетер болсақ, жаңағы жер дауларынан туындайтын даулар да қаралып жатыр. Оның Маңғыстау облысы экономикалық сотында бүгін таңда былтыр 2018-дің аяғында ондай істер көптеп түсе бастады. Бүгін таңда 150-дей азамат іс қаралды, дауға қатысты. Енді ол жер дауына қатысты қарасақ, әрбір енді іс өзінің ерекшеліктері болады. Былай жалпы жер дауы деп айтқанмен өзінің әртүрлі жағдайлар болады. Кейде жер учаскесін игерілмей нысаналы мақсаты бойынша игерілмеген жағдайда уәкілетті орган сотқа арыз келтіріп, жер учаскесін игермеуіне байланысты мемлекетке қайтарып жатады. Кейбір санаттағы жаңалықтар жер учаскесін беру кезінде жіберілген кемшіліктер заң бұзушылықтарға байланысты. Оның енді былай айтқанда үзілді кесілді бір санаттағы іс болғанмен біркелкі шешіледі деп айту мүмкін емес, өйткені әрбір іске жеке-жеке келеміз. Оның әр істің өзінің дәлелдеу жолдары бар, дәлелдеме береді. Әркімнің жағдайы әртүрлі. Кейде болады, мысалға азаматтық істер жер беру кезінде 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап енді жер учаскелері тек қана аукцион және конкурс арқылы беріле бастады ғой. Бұрын екі түрде беретін, баламалы түрде, ол жер комиссиясының хаттамасы негізінде, 2015-тен тек қана конкурс және аукцион арқылы. Мысалға бүгін таңда кейбір жер учаскелері мүлдем ол талап сақталмай, аукцион өткізілмей, конкурс өткізілмей, жер комиссиясы хаттамасы негізінде әкім 2015-те бастап жер кодексіне өзгерістер енгізілгенге қарамастан жер пайдаланушыларға жер учаскесін бөліп беру туралы шешімдер қабылдаған жағдайда оны мемлекет пайдасына жер учаскелерін қайтардық. Ал егер конкурс барысында жіберілген кемшіліктер болса, жаңағы интернет ресурсында жарияламау орын алып жатыр. Енді бұл айтқанда ол шалғай жатқан аудандар көптеп кездесіп жатыр. Ондай жағдайда енді кәсіпкердің мүддесін қарап, оның жаңа жер учаскесін игергеніне байланысты қарап, сот уәкілетті орган талап арызын қанағаттаудан бас тартып жатыр. Негізгі бұл жерге қатысты даулар бүгін таңда өте өзекті мәселе болып тұр. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Осы орайда бізге хабарласқан, ұялы телефонмен хабарласқан көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Эфирдесіз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Алло. Айта беріңіз. Мен мына сұрағым бар еді бір. Мына мемлекеттік мекемелердің атынан тарапынан кәсіпкерлер кедергі көпті. Мысалы қандай?
сол кедергілердің жаңа нелерін шешілмей ме екен дегенім ғой. Сол кедергілердің жаңа нелерін шешілмей ме екен дегенім ғой. Қарсы сұрақ қойыңызға болады. Жалпы енді сұрағы түсінікті. Егер мемлекеттік органдардың, мынау азаматтардың, кәсіпкерлердің, заңды тұлғалардың құқықтары шектеп жатса, тосқауыл қойылып жатса, ол азаматтық кодекстің ерекше талап қою іс жүргізу тәртібімен сотқа жүгінуге мүмкіншіліктер бар. Азаматтық процесстік кодекстің 292 бабында өзі негіздері көрсетілген. Егер де құқықтар бұзылған, басқа да тосқауылдар қойылып, құқықтары мен заңды мүдделеріне нұсқан келіп жатса, сотқа арыз беруге құқықтары бар. Оны соттарда және де сот кабинеті сайттарында арыздың нұсқалары көрсетілген. Ол аталған санатта істер талап арыз сотқа келтірген кезден бастап дайындық мерзімі 10 күнде жүргізіледі. Одан кейін дайындық жұмыстар, сот істі қарау дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін аталған санаттағы істер бір ай мерзімде қаралады. Ол мерзім ұзартылуға жол берілмейді. Сондықтан да ондай бүгін таңда сотта ондай істер қаралып өз шешімін тауып жатқан кездер бар, шешім шығып жатыр, кәсіпкерлердің құқықтары қорғалып жатыр. Енді азаматтық процесстік кодекске сәйкес екі тарап сотқа бейтарап. Бізге кәсіпкер деп бөлмейміз, мемлекеттік орган деп бөлмейміз. Мемлекеттік орган өзінің іс-әрекетін заңды екені 29-шы тараудан туындайтын азаматтық істер бойынша өзінің әрекеттері заңды екенін дәлелдеу керек. Яғни егер кәсіпкер арнайы бір арызбен жүгініп, оның арызы қанағаттандырылусыз қалдырып, басқа да тосқауылдар қойып жатса, мемлекеттік орган сотқа келген кезде өзінің әрекеттерінің заңдылығын дәлелдеп береді. Егер де ол өзінің әрекеттерінің заңдылығын дәлелдей алмаған жағдайда сот кәсіпкерлердің құқығын қорғап, солардың пайдасына шешім шығарып жатқан кездер бар. Ондай енді былай айтқанда жеке-жеке мысал ретінде айтып кету өте көп. Мысалға 2018-дің 3 айында 22 азамат іс қаралса, сондай санаттағы істер. Биылда 3 айда 12 азамат іс қаралған. Ондай сотқа жүгінуге мүмкіншілігі бар, өз құқықтарын қорғауға. Түсінікті. Жалпы енді бірінші мәселе жер мәселесі дедік, екінші мәселе салық дедік. Осы орайда айтыңызшы, мысалға бірнеше рет осы заңды өрескел бұзса, жаңағы салық төлемеуде өзінің ақпаратын жасырып айтпаса, бойтаса қашса, мысалға заңдарды өрескел бұзып болмаса, қандай талаптарды бұзса, қандай да бір шектеу бола ма келесі жағдайда сіздердің тараптарыңыздан? Мүмкін осы турасында айтып өтсеңіз. Түсінікті. Сұрағыңызға рахмет. Өте ауқымды сұрақ. Оны бір қысқаша айтып кетсем, жалпы мынау кәсіпкерлерге кеңес ретінде айтарым, әрбір істі бастамастан бұрын ол сол саладағы заңдылықты қарастырып, заңды жолдарын қарап шығу керек. Айтқанда заңды білмеу заңда көрсетілген жауаптылықтан босатпайды. Мысалға айта кететін болсақ, мемлекеттік сатып алуға қатысты даулар туындайды. Бір жағынан мемлекеттік сатып алу бойынша мемлекеттік органдар, мемлекеттік кәсіпорын өзіне қажет керек тауарларды, қызметтерді мемлекет сатып алу заңына сәйкес сатып алады. Конкурс өткізеді, аукцион өткізеді, бір көзден өткізеді. Жалпы түбі шарттық қарым-қатынасқа отырады кәсіпкермен. Кәсіпкерлер сол заң аясында сол шартта көрсетілген міндеттемелерін орындамаған жағдайда оған өзінің заңға сәйкес жауаптылығы бар. Ол егер өз міндеттемесін тиісті түрде орындамаса, кешіктіріп орындаса, мүлдем орындамаса, тапсырыс беруші, яғни сатып алушы жақ сотқа ол кәсіпкерді мемлекет сатып алуға жосыз қатысушы деп тану туралы арыз беру міндетті. Ол бір ай ішінде берілетін өзінің мерзімі бар. Сондықтан да ол жерде егер шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда жосыз қатысушы деп танылса, ол кәсіпкер мемлекет сатып алу порталында 24 айға конкурсқа қатысу мүмкіншілігінен айырылады. Яғни 2 жыл көлемінде. 2 жыл көлемінде. Сонымен қатар қосымша жауаптылықтар бар, ол тұрақсыздық айыппұлын мемлекет пайдасына өндірілу көзделген.
Түсінікті. Келесі сұрақ енді Әмірғали мырза өзіңізге, енді осы дауларды жария етпей, енді өздеріңіз көмектесіп шешу үшін біраз қолғанат болатындарыңызды айттыңыз. Енді осы орайда бір соңғы өзгеріс жаңалық естідім. Дауларды реттейтін бітістіру қызметі ашылған екен. Осы турасында айтып өтсеңіз. Қандай қызмет, оның қандай жұмыс сапасын арттыруға қандай көмегін тигізіп жатыр? Жалпы жаңа алдында әңгімеде қозғалып кетті. Мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің арасында туындаған дауда біздер сотқа да қатыса аламыз, мемлекеттік органда да бара аламыз, олардың мүддесін қорғай аламыз. Алайда жаңағы екі кәсіпкер дауласқан мезгілде мүліктік болсын, басқа болсын, қаржылық жағдайда болсын, мүліктік араласқан екеуі шатасқан жағдайда біз арасына түсіп шешуге тырысамыз. Яғни екі жақты шақырып, екі жақтың қоятын талаптарын, наздарын тыңдап, екі жақты үйлестіруге шара қолданамыз. Егер ол үйлеспейтін жағдай болса, жаңағы бұрын сотқа бар дейтін еді. Қазір біздердің астымызда бірінші қабаттан әдейі бұрыштан орын ашылды. Ол жерде медиатор дейміз, кәсіби медиатор отырды. Екі кәсіпкердің арасында дауды бітістіру барысында, яғни екеуін келістіріп бітістіру үшін шаралар алынып жатыр. Сондықтан қазір бұрынғыдай біз сотқа барыңдар деп заңды түсіндіруден кішкене басқаша жағдайға көштік. Сотқа бармай төменге түсіріп, жаңағы медиатордың, кәсіби медиатормен екеуін сөйлестіріп, соңында мүмкіндік болса екі жақтың дауын бір столдың басында отырып, жаңағы екі жақтың наздарын тыңдап, толық бір ортақ шешімге келуге шара қолданып жатыр. Оның өзі жаңа судья мырза айтып кетті, былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылда сотта қаралып жатқан істердің де саны азайды деген, ол яғни барлығы ымыраға келіп татуласып татуласу нәтижесінде сотқа бару қажетінің азайып келеді деген сөз. Болашақта алға қойған мақсатымыз, жаңағы соттар шынын айту керек, күніне бірнеше іс қарап, істі нақты қарап жетілуге үлгермей қиналып отырады. Сондықтан бұл мәселені мысалы жаңағыдай қылып шешетін болсақ, біріншіден олардың жаңағы төлейтін баж салығы басқаларынан босатылады, және екі жақта риза болып бірігіп шешіліп кетіп жатса, ол әрине өзінің болашақта жемісін береді деген сөз. Екі кәсіпкер бірін-бірі шатаспай, ортақ бір шешімге келіп, тоқтамға келіп, екі жағы риза болып кеткен, ол бізге де қолайлы. Жаңа айтып кетіп жатырмыз, жаңағы әкімшілік кедергі деген мәселені айтып жатыр ғой. Әкімшілік кедергі дейтін біздер мысалы республика деңгейіндегі әкімшілік кедергі дейтін бар, облыс көлемінде шешілетін әкімшілік кедергі бар. Бұл даудың бәрі бірден шешілмейді, себебі кейбір жағдайда, мысалы, мен алысып өтпейін, тек қана жаңағы мұнай компаниясына келетін болсақ, мынау жаңағы сатып алу, сату заңдылығы бойынша үлкен қызметтер, мысалы, лотпен жариялайды, 47-50 месторождение дейміз, жаңағы мұнай компанияларын жаңағы ремонт жасауға, оған үлкен адам күші керек біріншіден, екіншіден техника күші керек. Оған біздің мына жергілікті мекемелердің күші келмейді, сондықтан басқа шетелдің азаматтары келіп ұтып алып кетіп жатыр. Осы бойынша біздер жаңағы жергілікті әкімшілік деңгейінде облыстың прокурор, облыстық басқа да мемлекеттік органдардың атына хат жазып, жаңағы лотты бөліп жергілікті кәсіпкерлерге жұмыс жасауға туралы беріп отырмыз. Ал егер біздің деңгейде шешілмейтін болған жағдайда, онда орталық ұлттық атамекен палатасына ұсыныс жазып, заңға өзгеріс енгізу туралы басқа да жағдайларға көмек сұрап, соны екіге бөліп көмектесіп отырамыз. Түсінікті. Енді осы орайда сұрайыншы, Арыстанбек Тәжібайұлы, осы төрелік сот пен мемлекеттік соттың айырмашылығы қандай? Төрелік сот пен мемлекеттік сот органдарына айырмашылығы, егер төрелік сот тек кәсіпкерлер арасында даулар қарайды. Ол кәсіпкерлер өзара шарт жасақтасу кезінде өздерінің шарттың бір талаптарына енгізіп кетеді. Егер де болашақта мынау шартты орындау барысында дау туындап жатса, ол дау шешілмеген жағдайда арнайы сол төрелік соттарға жүгіну көрсетіп кетеді. Ол Қазақстанда бірнеше қалаларында бар, басым көпшілігі Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында, сонымен қатар Ақтау қаласында да төрелік соттар бар. Ал мемлекеттік сот, ол азаматтық процестік кодекс заң талаптарына сүйеніп, сол негізде істер қарайды. Төрелік сот, төрелік туралы заңға сәйкес істер қарайды. Өзінің салалары бар сондай. Сонымен қатар енді
кәсіпкерлер мен мемлекеттік орган арасында туындайтын даулар болса, олар міндетті түрде осы мемлекеттік соттарда қаралады. Түсінікті. Енді осы орайда енді кәсіп дегеннен кейін барлығы да өркендеп кетуі де енді неғайбыл, кейде банкрот болады мысалға да. Осы орайда тағы сіздің кеңесіңіз ба, әлде сұрайыншы, осы банкрот болған жағдайда белгілі бір мекеме болсын, кәсіпорын болсын, соны оңалту үшін сіздің тараптан қандай бір жеңілдік болады, қандай шаралар қолданылады, егерде салыққа басқа да төлей алмай жатса, қандай шешім шығады осы орайда оңалту үшін? Сұрағыңызға рахмет. Енді бүгінгі таңда кәсіпкерлікпен айналысқаннан кейін ол жерде өзінің бір әрбір кәсіпкердің өзінің айтқанда талаптары бар, кейде жоспары қояды, ол жоспар орындалмай жатады. Ондай кезде мынау Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заң 2014 жылы қабылданған заң бар. Сол заңға сәйкес кәсіпкерлер өзінің айтқанда оңалту өзінің қаржылық жағдайын оңалтуға мүмкіншілік берілген заңмен. Ол үшін сотқа арыз келтіреді. Ол Азаматтық процестік кодексінің 355 бабына сәйкес сотқа арыз келтіру мүмкіншілігі бар. Аталған санаттағы істер егер борышкердің өзі берсе, бір ай көлемінде қаралады. Мысалға кәсіпкер өзін бастамасымен жұмыс бастаса, көбінесе бізде болады, елімізде кәсіпкерлер міндетті түрде несие шарттарымен тығыз жұмыс жасайды. Ол несиесін уақытылы қайтара алмайды. Өзінің жаңа техникалық мүмкіншілігі бар. Кейде болады дүниежүзілік жаңағы енді экономикада кризис болып жатады ғой. Егер де төлем қабілетсіздігі төмендеп жатқан жағдайда өзінің оңалту жоспарына сәйкес мерзім жаңағы өзінің борышкермен келісіп мерзім алуға мүмкіншілігі бар. Оның екі жолы бар. Ол жаңағы оңалту рәсімін қолдану және де 2 жылдық көлемге оңалту рәсімін бекітіп беру туралы арыз келтіре алады. Яғни дағдарыстан шығу жолында сіздердің тараптан қандай да бір көмек болады? Әрине, ол мемлекеттің тарапынан қойылған жоспар. Түсінікті. Енді осы орайда тағы бір сұрақ келіп тұр. Әмірғали мырза, мына ауылдағы мал шаруашылығымен айналысатын кісілердің мына жеке кәсіппен бе, әлде жауапкершілік шектеулі серіктестік болып тіркелгені ме? Қайсысы дұрыс және қандай жағдайда көмек болады деген сұрақ бар екен. Негізінен қалай тіркеген дұрыс? Заң бойынша жеке кәсіпкер болады ма, шаруа қожалығы бола ма, әлде жаңағы жауапкершілік шектеулі серіктестік бола ма, оған ешкім кедергі қоя алмайды. Әркім өзінің қандай да артықшылығы бар ма дейді. Олардың ешқандай бірінің арасында бір артықшылық немесе басқасы жоқ. Ол өзінің жаңағы талаптары бар. Мысалы, жеке кәсіпкер мал шаруашылығын ашатын болса, семьялық мысалы. Шаруа қожалығы деп ашады да, өзінің малын бағады, ешкімді басқа адамды қоспай, өздері семьясымен бағып отырса, оған атын өзгертіп не қылады, сол шаруа қожалығы жүре береді. Егер жаңағыдай басқа жағдай болатын болса, серіктестік құру қажеттігі болса, оның да өзінің ешқандай оның қиындығы жоқ тіркеуге, біріншіден. Екіншіден, оған ешкім шек қоя алмайды. Қалай қылып ашсаңыз да өзіңіз білесіз. Бірақ жұмысыңыз жүру керек ең бастысы. Сондықтан бұл жерде ол жаңағы шаруашылықты ұйымдастыру формасында тұрған ештеңе жоқ та, ең басты шаруашылық жүргізу ғой. Оның ешқандай бірінен бір артықшылығы, кемшілігі жоқ. Жаңағы мал шаруашылығымен айналысатын адамдарға субсидия дейміз. Субсидиясын ол қай жағдайда да алады. Яғни құдық қаздырған жағдайда субсидиясы бар. Мал баққан жағдайда, сүт тапсырған жағдайда, ет тапсырған жағдайда өзінің бәрінің бағдарламасы бар. Осы бағдарлама бойынша әркім өзіне тиісті жаңағы льгот дейміз, немесе жаңағы пайдалы жақтарын алып отыруға хақысы бар. Түсінікті. Енді сөз соңында біз хабарымызды қорытындылайық. Енді кәсіпкерлердің арасында түсініспеушілік болмау үшін қандай кеңес бересіз? Қысқадан нұсқа. Енді былтыр 2018 жылдан бастап жоғары соттың бастамасымен алған іс-шаралар жүргізілді. Ол сотқа дейін сотта татуласу рәсімдері жүргізілді. Жаңағы кәсіпкерлер палатасында да бірігіп кәсіби медиация орталығы ашылған. Енді кәсіпкер болғаннан кейін, жұмыс жүргізгеннен кейін
әрбір кезде бір мәселелер туындайды. Қазақта айтады ғой, дау мақсаты біту, бітпейтін, шешілмейтін дау жоқ. Даудың бәрі шешіледі. Ең бастысы сол екі тараптың кәсіпкерлер арасында болса, заң аясында көбірек ізденіп, қарап, шарттық қарым-қатынастарды дамытып, заң аясында жұмыс жасаған өте орынды деп айтарым. Кеңесім заңға көбірек көңіл бөлу. Өйткені мемлекетпен бүгінгі таңда кәсіпкерлерді қолдау мақсатында көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Соның өзінің таңдап алған жолымен кәсіпкерлікті дамытуға ешқандай кедергі жоқ. Енді жаңа атқарушылық органдарда кейде жаңа айтып жатсыз ғой, бір туындайтын барьерлер болады. Оның бәрі яғни заң аясында жұмыс жасау керек. Заң аясында жұмыс жасаса, ешкім былай айтқанда кедергі келтіре алмайды. Сіздің кеңесіңіз болса, не айтасыз? Жалпы енді кәсіпкерлер палатасына қазір осы біздің облысымыздағы басым көпшілігі кәсіпкерлер келіп тұрады. Олардың барлығы кәсіпкерлер палатасын біледі. Оның үстіне біздің кәсіпкерлер палатасының жанында кәсіпкердің мүддесін қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес кеңесі бар. Сол кеңестің төрағасымен мен өзім әрбір ауданға шығып, өзіміздің шығатын кестеміз бар, кестеге сай әрбір ауданның кәсіпкерлерімен кездесіп, олардың мұң-мұқтаждарын тыңдап, арыз-шағымдар болса қабылдап, көмектесетін жерлер болса көмектесіп жүріп жатырмыз. Сондықтан заң түсіндіру керек болса, заң түсіндіріп кетеміз, заң түсіндірмей жаңағыдай көмек жасайтын болса, олардың да ұйымдастырып жатырмыз. Сондықтан кәсіпкерлер палатасына енді әрбір кәсіпкер келіп арыз жазуға, шағымдануға, тіпті кәсіпкерлік саласын дамыту үшін біздер жаңағы ақысыз оқу процесінде бар, оқытып, сертификат беріп, жаңағы қаржы мәселесінде шешіп отырмыз. Қаржыландыру мекемесі бар, атамекен дейтін, кәсіпкерлерге дамуына жағдай жасап, барлық жағдай туғызып отырмыз. Ал егер нақты әркімнің сұрақтары болса, кез келген уақытта біздің мына аудандарда да кәсіпкерлер палатасының филиалы бар, облыста да кәсіпкерлер палатасына кез келген уақытта келіп, толық жаңағы консультация дейміз ғой, кеңес, ақыл алып, көмек сұрауға толық қақысы бар. Оның бәрі ақысыз. Дайынсыздар. Бәріне дайынбыз. Рахмет, құрметті қонақтар, студиямызға келіп әдемі сұхбат бергендеріңізге, істеріңізге сәттілік, кәсіпкерлік кәсібіміз дами берсін, еліміз өркендей берсін. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.